облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның ұйымдастыруымен Ақтөбе облысы Ырғыз ауданына қайырымдылық көмек жіберіліп жатыр. Бұл көмек 15 мамыр халықаралық отбасы күні қарсаңында ұйымдастырылып тұр. Жалпы жіберіліп жатқан көмектің көлемі 30 тонна. Бұл комиссияның ұйымдастыруымен жалпы осы қаладағы, облыстағы мекемелердің, тұрғындардың көмектерімен бірге ұйымдастырылып отыр. Барлық осы заттар ертең 15 мамыр күні, отбасы күні, осы Ырғыз ауданына жеткізіледі деп күтіп отыр. Гуманитарлық көмектің ішінде негізгі қажетті заттар біз алдын ала хабарластық. Ырғыз ауданына қандай қажетті заттар бар екендігі. Оның ішінде азық-түлік өнімдері, онымен қоса балаларға қажетті заттар, памперстер, және гигиеналық заттар, балалар киімдері, әйелдер, ерлер киімдері салынған, және ол кісілердің сұрауы бойынша матрастар, көрпе төсектер, және қапшықтар қажет деген сұраныс түсті. Осы заттарды салып отырмыз. Ішінде бесік бар ішінде.